Баршаңызға сәлем. Бүгін ең дәмді болып шығатын жент жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм талқан керек болады. 2 ас қасық сахарная пудра. Сахарная пудра болмаса қант көшірсеңіздер болады. 150 грамм сары май. Оны жақсылап ертіп, суытып, осы қоспамыздың үстіне құйып жібереміз. Жақсылап араластыра отырып, мен дәм беру үшін жарты чайный қасық балғос жібердім. Бұл дәм беру үшін ғана, не обязательно. Ванилин қосып болады, грецкий орех қосып болады, енді қалауыңызша көресіз ғой. Одан кейін осы сгущенное молоконы қосып жібереміз. Мен жартысынан көбін қостым. Бірігетіндей болған кезде, араласқан кезде өзі білінеді. Бірігетіндей болған кезде, уже если құрғақтау болса, онда қайттан қосып жібересіз дополнительно. Оны жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, осындай формочкаларыңыз болса, менде кекстің осындай формаларын алып, осыны жақсылап араластырып, оны бір бөліп қолға осылай. Бірігеді-ау деген кезде, осы қоспаны, осындай кекстің силиконовый ыдыстарға барлығына салып, бетін басып, жақсылап орналастырып шығамыз. Осылай қолымызбен баса отырып, тығыз болуы керек. Осылай басып шығамыз жақсылап. Сіздерде формочка болмаса, шұңғыл табаққа салып барлығын, бетін басып, одан қатырып қойсаңыздар болады, кейін кесіп отырып қоясыздар. Осындай силиконды ыдысқа жүрекше болды, осындай гүл сияқты ыдыстарға салып шығамыз барлығын. Қасықпен де салсаңыздар болады, мен қолмен ыңғайлы болғаннан кейін осылай салып шықтым. Осы жентті жасап жүргеніме уже 4 жыл болды. Ең жақсы көрем. Наурызда ғана жасамай, осылай жасап тұрам. Чаймен ішкенге өте сондай бір өзім жақсы көрем осы талқанды, жентті.